Ассалаумағалейкум, армысыздар ағайын. Мінекей мен бүгін сіздерді тағы да осындай құрылғымен танысқым келіп тұр. Бұл қоқыс өртегіш, яғни айтқанда. Бұл бізде ең кішкентай версиясы. Үйлерге, например, магазиндерге, кіші құрылым бизнесі бар жерлерге бәріне кете береді бұндай құрылғылар. Біз енді бұны қазір сіздерге жағып көрсететін боламыз. Бұл бізде ең кішкентай версиясы. Соның жанында тұрған мінекей бұл ең үлкен версиясы. Бұның екеуінің ортасында да бір 2-3 версиялары бар. Оны да көрсететін боламыз. Қазір бұны сіздерге қалай жағуды көрсететін боламыз. Ол үшін осы жердегі дәті бір 2 мешектай қоқыс жинағанбыз. Басында осындай қағаздарды тастап жағып жібереміз. Сөйтіп үстіне салатын боламыз. Қағазбен или отынмен разницасы жоқ. От алдырып алғанға басында бұл тамызық қой кішкене. Енді кіші құрылым осы жерде сәләркіміз бар кішкене. Тезірек от алғанға. Енді ақырын жай боздық береміз мінекей. От жағу процесі басталды. Басында осылай қыздырып аламыз дағын. Мыналардың бәрі тамызық ішіндегі жанып алған соң үстілеріне осындай тастай береміз қоқыстарды мінекей. Жану процесі басталды. Мінекей енді үстінен тастап отырамыз. Осылай жана береді мінекей. Пластмасса анау мынау. Мінекей баклашка әртүрлі. Мінекей ешқандай түтін жоқ. Тап-таза жанып тұр мінекей. Иісте жоқ сосын бұл жерде. Бір жақсысы иісте жоқ. Сосын бұның мына жері чисткасы. Бұл жерге ана жанған атқоттың күлі түседі, аппақ болып мінекей. Құрттағандай болып қалады мінекей. Сухой, аппақ болып, құрғақ болып, кішкентай ғана қалады, болды. Көп та шықпайды бұл жерден атқот. Мінекей үстіне тастап отыра береміз осындай мусорларды. Міне тастағандай жағып отыр. Пеноплекс десем пеноплекс. Тағы да бір аяқ киім тастап жіберейін.